Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы Қарахан мемлекеті. Сонымен сабағымыздың зерттеу сұрағы: неліктен Қарахан мемлекетінде ислам діні мемлекеттік дін деп жарияланды? Құрметті оқушы, Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдар аралығында Орта Азияда өмір сүрген орта ғасырлық мемлекет. Қарахан мемлекетінің негізін қалаған Сатық Боғрахан. Сатық Боғрахан қайтыс болғаннан кейін, оның орнына таққа баласы Мұса хан отырады. Мұса хан 960 жылы Қарахан мемлекетінде мемлекеттік дін ислам діні деп жариялайды. Құрметті оқушы, назарларыңызды Қарахан мемлекетіндегі хандардың кестесімен таныстырайын. Сатық Боғраханнан кейін жаңа айтқандай Мұса хан таққа отырады. Одан кейін барып Әли Арслан хан билікке отырды. Одан кейін барып, құрметті оқушы, Насыр хан билікке отырған болатын. Қазақстан жерінде дамыған орта ғасырлық мемлекеттің бірі Қарахан мемлекетінің құрылу тарихын білесің бе? Қарахан мемлекетінің қоғамдық құрылысының ерекшелігімен таныссың ба? Қарахан мемлекетінде жер иеленудің қандай түрлері болды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қарахан мемлекеті қалай құрылды? Қарахан мемлекетінің құрылуы Қарлұқ қағанатының ыдырауымен байланысты. 942 жылы Білге Күл Қадыр ханның немересі Сатық Боғра мемлекеттің негізін қалады. Жаңа құрылған мемлекеттің аумағы Жетісу мен Шығыс Түркістан жерін алып жатты. Алғашқы орталығы Ордакент, Қашғар, кейін Баласағұн болды. Қарахан мемлекетінің құрамында Жікіл, Яғма, Тұқси, Болат, Қарлұқ тағы басқа түркі тілдес тайпалар болды. Қарахандардың қоғамдық құрылысы жайлы не білесің? Қарахан мемлекетінде ерекше әскери әкімшілік басқару жүйесі орнады. Басқару жүйесінің ең басты ерекшелігі Арслан және Боғра әулеттерінің қатар билік құруы болды. Билік мұрагерлік жолмен берілді. Билік иелерінің қатарына хан ұрпақтары, тегіндер, ілік хандар, бектер, нөкерлер жатты. Уәзірлер ханның кеңесшісі қызметін атқарды. Ханның саяси әкімшілік іс жүргізетін орталығы Орда деп аталды. Қарахан мемлекетінде жер иеленудің қандай түрлері болды? Мемлекетте жер иелену мен салық жинау жүйесі өзгеше болды. Қарахандықтарда иқта деп аталатын жер иеленудің ерекше түрі қалыптасты. Оны иеленушілерді иқтадар деп атады. Бұның мәні, хандар өз туысқандарына белгілі бір аумақтан салық жинау құқығымен бірге жер иқта сыйлады. Бұрын бұл салық мемлекет пайдасына жиналатын. Дінбасылар мен діни мекемелерге ірі жер иеленушілер, көшпелі әскербасылар өсиет етіп берілген жерлерде болған. Ол жерлерді вақыфтық жерлер деп атаған. Вақыфтық жер иелері салықтан босатылды. Құрметті оқушы, видеоны қарап болсаңыздар, Қарахан әулетінің жалпы тарихы туралы таныстыра кетейін. Қарахан әулетінің шығу тегі Қашқарияда өмір сүрген қарлұқтармен тікелей байланысты. 940 жылы Қашқарияда қарлұқтар тайпаларын Баласағұнды басып алып, сол жердегі хан Сатық Боғрахан сол жерде хан болып саналады. Соған байланысты ол жер Қарахан мемлекеті деп аталып кетті. Құрметті оқушы, келесі сұраққа назар аударамыз. Қарахан мемлекеті қай жылы өмір сүрді? Қарахан мемлекетінің негізін қалаған кім? Және де соңғы сұрағымыз, ислам дінін мемлекеттік дін деп қай жылы жариялады? Қарахан мемлекеті қай жылы өмір сүрді деген сұрақтың жауабы 942-1212 жылдар. Қарахан мемлекетінің негізін қалаған Сатық Боғрахан. Ислам діні мемлекеттік дін болып 960 жылы жарияланды. Құрметті оқушылар, келесі тапсырмамыз, яғни номер 1 тапсырма. Бұл жерде Қарахан мемлекеті туралы сәйкестендіру кестесі тұр. Осы кесте туралы жауаптарыңызды беріңіздер. Бұл тапсырмаға берілетін 2 балл. Құрметті оқушым, орындап болсаңыз, онда дұрыс жауаптармен таныс болайық. Сатық Боғрахан мемлекеттің негізін қалаушы, яғни бірінші сұрақтың жауабы Г. Мұса хан. Мұса хан 960 жылы мемлекеттік дін ислам діні деп жариялады, яғни екінші сұрақтың жауабы Б. Алып Арслан хан
998 жылы билік етті. Яғни 3-ші сұрақтың жауабы А жауабы дұрыс. 4-ші сұрақтың Насыр хан 1041 жылы билік етті. Яғни мұндағы жауап В жауабы дұрыс. Құрметті оқушы, келесі тапсырмамыз кестені толтырыңыздар. Қарахан мемлекетінде мемлекеттік тіл ислам діні деп өзгертілгеннен кейін мемлекеттік басқаруда, құрылыста, мәдениетте, тұрмыста қандай өзгерістер болғанын жазыңыздар. Ол үшін сіздер төмендегі дескрипторға назар аударыңыздар. Бұл тапсырманы орындап болсаңыздар, құрметті оқушылар, дұрыс жауаптарын назарларыңызға ұсынамын. Құрметті оқушы, келесі тапсырмамыз номер 3 тапсырма, ақиқат жалған екенін белгілейсіздер. Бұл тапсырма бойынша сіздерге берілетін 2 балл. Ақиқат жалған тапсырмасын орындап болсаңыздар, назарларыңызды дұрыс жауаптарын ұсынамын. Құрметті оқушы, кезекті тапсырмамыз ашық тест сұрақтарына жауап беріңіздер. Бұл сұрақтарға берілетін барлық балдың көлемі 2 балл. Ашық тест тапсырмаларын орындап болсаңыздар, құрметті оқушы, назарларыңызды дұрыс жауаптарға аударамын. Осылайша сабағымызды қорытындылай келе, Қарахан мемлекетінде ислам діні мемлекеттік басқару жүйесінде, құрылыста, мәдениетте, тұрмыста салаларында ауқымды өзгерістер әкелді. Бұл өзгерістерді қоғамдық өмірде барлық қырларында терең әсер етіп, мемлекеттің дамуына және мәдениеттің өркендеуіне ықпал етті. 1210 жылы наймандармен күресте Шығыс Қарахан әулеті толық талқандалды. 1212 жылы Самарқанда Хорезм шах Мұхаммед Батыс Қарахан әулетінің толығымен соңғы күнін талқандап, тақтан құлатты. Осылайша Қарахан мемлекетінің өмір сүру дәуірі 1212 жылы толығымен тоқтатылды. Осылайша Қарахан мемлекетіндегі түрлі өзгерістердің сипаттамасы мынандай болған еді. Түрік тайпаларының экономикалық және мәдени өмірінде оңды өзгерістер орнықты. Көшпелі түріктердің отырықшыландыруы белсене түрде жүргізілді. Қалалар мен қала мәдениеті дамыды. Иқталық жүйе қалыптасты. Ислам мемлекеттік дін болып жарияланды. Араб жазуы қабылданып, біртіндеп көне түрік жазуын ығыстырып шығарды. Құрметті оқушы, назарларыңызда кері байланыс. Бүгінгі сабақ бойынша өздеріңіздің кері байланыстарыңызды бере кетіңіздер. Осымен құрметті оқушы, Қарахан мемлекеті туралы сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма оқулықтағы 58-ші беттегі ашық және жабық тест сұрақтарына жауап беріңіздер.